Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Мен Алматы облысы Текелі қаласының нөмір 5-ші орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Мұхаммед Күлпаш. Мен сіздерге сауат ашу пәнінен қашықтан оқыту сабағымды ұсынамын. Бұл сабақ 4-ші тоқсанның 2-ші аптасының 5-ші сабағы. Саламатсыздар ма, оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыз кәпеде буын 17-ші сәуір. Сабағымыздың мақсаты сөздің буынынан тұратынын түсіну және сөздегі буын санын анықтау. Сабақ мақсатыма сүйене отырып сіздерге бағалау критерийлерімен таныстырайын. Сөздерді буынға бөледі, сөздегі буын санын анықтайды, суреттердің көмегімен сөйлем құрайды. Сабағымызды пысықтау мақсатында буын жайлы ойымызға түсірейікші. Буын дегеніміз не? Буын түрлері, атау. Жарайсыздар. Сөз буынға бөлінеді. Сөзде қанша дауысты дыбыс болса, сонша буын болады екен. Ал балалар, біз бүгін сабақта шашылған буындар ойын ойнайықшы. Бұл жерде буындар берілген. Сол буындардан біз бірнеше сөздер құрастырамыз. Кәне құрастырып көріңіздерші. Жарайсыздар. Қандай сөздер шықты? Кеме, шелек, емен, аңшы, бұтақ деген сөздер шықты. Тамаша. Жарайсыздар. Келесі тапсырмамызға қарайық. Бұл жерде де шашылған буындар ойын ойнап жіберейікші. Қандай буын жоқ? Жарайсыздар. Қыл буыны жоқ екен. Қыл буынын қойсақ, қандай сөз шықты? Тоқылдақ. Тамаша. Жарайсыздар. Тоқылдақ сөзін буынға бөліп көрейікші. Қанша буын? Тамаша. Жарайсыздар. 3 буын. Келесі тапсырмамызға назар аударайық. Бұл жерде де шашылған буындар ойын жалғастырамыз. Қандай буын жоқ? Тамаша. Жарайсыздар. Шын буынын қойған кезде қандай сөз шықты? Тамаша. Көгершін сөз шықты. Олай болса, көгершін сөзін буынға бөліп көрейікші. Көгершін. Қанша буын? 3 буын. Жарайсыздар. Енді балалар, біз тапсырмамызды ары қарай жалғастыру ретінде сәйкестендіру тапсырмаларын орындап көрейікші. 2 бағанадағы буындарды сызбамен сәйкестендіреміз. Ал осы тапсырманы сәйкестендіріп жазайық. Тамаша. Қандай сөздер шықты? Айта қойыңыздаршы. Парта, қалам, сызғыш, дәптер, кітап деген сөздер шықты. Сәйкестенді ме жауаптарыңыз? Тамаша. Жарайсыздар. Дескриптор. Сәйкес келетін буынды таба алады. Буындарды сәйкестендіре алады. Ал балалар, бүгінгі біз сабақта дәптерімізді ашып, бүгінгі айымды жазамыз. Сөйлемдерді көшіріп жазады екенбіз. Сөйлемдерді көшіріп жазған кезде қатесіз мұқият жазуға тырысайық. Көкөністер мен жемістерден жасалған тағам денсаулыққа пайдалы. Себебі олардың құрамында дәрумен көп болады екен. Ал балалар, біз дәрумен жайлы білеміз ба? Сіздердің жауаптарыңыз. Жарайсыздар. Тамаша. Олай болса, дәрумен сөзін буынға бөлейікші. Қанша буын? Жарайсыздар. Дәрумен 3 буын. Тамаша. Дескриптор. Сөйлемдерді қатесіз көшіріп жазалады. Сөзді буынға бөледі. Буын санын анықтайды. Ал балалар, бүгінгі біз сабағымызды қорытындылау мақсатында
Мен сіздерге бірнеше сұрақ қояйын. Соның жауаптарын сіздер маған айта жатасыздар. Буын дегеніміз не? Жауаптарыңыз. Тамаша, жарайсыздар. Буын түрлерін атаңыздаршы. Жауаптарыңыз. Тамаша. Бір буынды сөзге мысал келтірейікші. Бірнеше мысалдар келтіреміз, балалар. Жарайсыздар, тамаша. Екі буынды сөзге мысал келтірейікші. Жауаптарыңыз. Тамаша. Біз енді бүгінгі сабағымызды қорытындылау мақсатында сабағымыздың мақсатын еске түсірейікші. Нені білдік, нені түсіндік? Балалар, өз ойларыңызды ортаға салыңыздаршы. Біз нені үйрендік? Жауаптарыңыз. Тамаша, жарайсыздар. Олай болса, сөздің буыннан тұратын білдік. Буын дегеніміз не екенін үйрендік. Сөздегі буын санын анықтадық. Жарайсыздар. Бүгінгі сабағымыздың үйге тапсырмасы. Көкөністердің атын жазасыздар. Сол көкөністердің атын буынға бөліп, менің WhatsApp нөміріме салуларыңызды сұраймын. Сау болыңыздар.